Қазіргі жаһандану дәуіріндегі ұстаз бейнесі тек білім беруші ғана емес, ұлттық құндылықтарды бойына сіңірген, заманауи технологиялар мен жасанды интеллектті еркін меңгерген, үнемі ізденіс үстіндегі нағыз көшбасшы, жаңашыл тұлға. Мен Тараз қаласындағы Жамбыл атындағы номері 5-ші мектеп гимназиясының тарих пәні мұғалімі Қожахметов Асылбек Асенбекович. Ұстаздық жолымда білім мен тәрбиені, ұлттық құндылықтар мен заманауи технологияларды ұштастыруға арнап келемін. Менің педагогикалық ұстанымым: өткен тарихты білмей, болашақты болжау мүмкін емес, ал болашақты заманауи құралдарсыз құру, уақытты жоғалту. Ұстаз еңбегінің шынайы өлшемі шәкірт жетістігі. Осы тұрғыдан алғанда, ұстаздық жолымда оқушыларымның облыстық, республикалық деңгейдегі жетістіктері мен үшін кәсіби еңбектің ең жоғары бағасы болып табылады. 2024 және 2025 оқу жылында тарих пәні бойынша республикалық олимпиаданың республикалық кезеңінде Бейсентай Гүлім 3-ші орын иеленсе, 2023 жылы республикалық ғылыми жобалар байқауының республикалық кезеңінде оқушым Темірхан Алихан 2-ші орын жүлдегері атанды. 2023 жылы менің кіші отаным атты жас тарихшылардың 3-ші республикалық интеллектуалдық конкурсының республикалық кезеңінде Айджан Анел 3-ші орын алды. Сонымен қатар 2025 және 2026 оқу жылында Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің ұйымдастыруымен өткізілген пән олимпиадасында Ильяс Айым 2-ші орын, Шаймахан Жанел 3-ші орын иеленді. 5 және 9-шы сыныптар оқушылары арасында республикалық тарих ата қашықтық олимпиадасында 100-ге тарта оқушым жүлделі орындарды иеленді. Ұстаздық қызметімде оқушыларды жоғары нәтижелерге жетелеумен қатар, өзімнің кәсіби құзыреттілігімді үздіксіз жетілдіріп, жинақтаған педагогикалық тәжірибемді әріптестеріммен бөлісу арқылы кәсіби ортада белсенді еңбек етіп келемін. Атап айтатын болсам, 2024 жылы Алим шыңы республикалық пәндік олимпиадасында жүлделі 3-ші орын иелендім. Ал 2027 жылы үздік авторлық бағдарлама байқауының республикалық кезеңінде 3-ші дәрежелі дипломмен марапатталдым. Өңірлік үздік сабақ байқауында да жеңімпаз атандым. Халқымызда ағын судың арнасы, ал білікті ұстаздың өрісі кең деген қанатты сөз бар. Бұл ұғым менің шығармашылық ізденістерімде де көрініс тапты. Соның нәтижесінде Оқу-ағарту министрлігі Ыбырай Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы тарапынан әзірленген Адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасындағы құндылықтарды жалпы білім беретін мектептің оқу пәндері мазмұнына интеграциялау тақырыбындағы әдістемелік ұсынымдарын әзірлеуге қатыстым және Жамбыл облысы әкімдігі білім басқармасының оқу-әдістемелік кабинет тарапынан жарық көрген. Жаңа заман тарихы бойынша тақырыптық тест тапсырмаларының жинағы, Қазақстан тарихы пәнінен оқу сауаттылығын дамытуға арналған тапсырмалар жинағы атты облыстық әдістемелік құралдардың тең авторы атандым. Бүгінде бұл құралдар республикамыздағы және аймақтағы көптеген тарихшы мұғалімдердің сабақ жоспарлау барысында қолданатын әдістемелік көмекшілерінің біріне айналды. 2026 жылы тарих пен дәстүр интеграциясы тақырыбында жазылған авторлық бағдарламам республикалық оқу әдістемелік кабинетімен мақұлданып, Ыбырай Алтынсарин ұлттық білім академиясына республика көлемінде таратуға ұсынылды. Ұстаздық қызметімде оқушыларды жоғары нәтижелерге жетелеумен қатар, кәсіби іс тәжірибемді тарату арқылы педагогикалық қауымдастықтың дамуына үлес қосып келемін. Атап айтатын болсам, қалалық және облыстық сабақ тайм жетістік алгоритмі шеберханаларында өз тәжірибеммен бөлісіп, көрсеткен әдістемелік шеберлігім мен жаңашыл идеяларым үшін арнайы алғыс хатпен марапатталдым. 2025 жылы Жамбыл облысы әкімдігі білім басқармасының оқу-әдістемелік орталығы ұйымдастырған функционалдық сауаттылық мәселелер және шешу жолдары тақырыбындағы конференцияда өз іс тәжірибеммен бөлісіп, сарапшылардың жоғары бағасына ие болдым. Нәтижесінде педагогикалық шеберлігім үшін 3-ші дәрежелі дипломмен марапатталып, облыс көлемінде қалыптасып келе жатқан әдістемелік тәжірибемнің маңыздылығы мойындалды. 2025 жылы Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің Дарын республикалық ғылыми-практикалық орталығы ұйымдастырған республикалық семинарда өткеннен болашаққа тарихты жасанды интеллект арқылы зерттеу атты авторлық шеберлік сыныбымды өткізіп, еліміздің түкпір-түкпірінен келген педагогтармен тәжірибе алмастым. Ұстаз еңбегінің ең үлкен бағасы шәкірт жетістігі мен қоғамның сенімі. Ұстаздық жолым қалалық деңгейдегі қарапайым шеберханадан басталып, облыстық әдістемелік құралдардың авторлығына, республикалық деңгейдегі жасанды интеллект бағытындағы тәжірибе алмасу алаңдарына, ғылыми конференциялар мен семинарларға ұласты. Бұл жол мен үшін үздіксіз ізденістің, кәсіби дамудың және білім берудегі жаңашылдыққа ұмтылыстың жолы болды.